Кешке не тамақ істесем екен десеңіздер, тауық филесінен осындай тамақ жасап көріңіздер. Мен осындай 3 филені алдым да, оларды ортасынан жұқалап бөліп шықтым. Бөліп болған соң үстіне пленка жауып, оқтаумен ұрып шықтым. Филемізді оқтаумен ұрып болған соң, тағы да пышақпен тіліп шықтым. Сол кезде біздің тұзымыз, соусымыз етке жақсы сіңетін болады. Енді етімізге жағатын соусымыз дайындаймыз. Оған мен 2-3 қасықтай майонез алдым. Және оған өзіңіз қалаған дәмдеуштеріңізді қоссаңыздар болады. Артынан сарымсағымызды да майдалап, оны да соусқа қосамыз. 1 қасықтай тұз қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Соусымыз дайын болған соң, табаға етті түгел жайып шығып, оның үстіне соусты жағып шығамыз. Енді бәрін жақып болған соң, етімізді бір шетке қоямыз да, үстіне салатын заттарды турап шығамыз. Қалған соусымыздың жартысына туралған заттарды саламыз. Теркадан 2 картоп үгітіп, оны да саламыз. Егер картопты қаламасаңыздар, орнына ірімшік салсаңыздар да болады. Бәрі дайын болған соң, еттің бетіне салып шығамыз. Сосын 200 градустық духовкада жарты сағаттай пісіреміз. Оған дейін ірімшігімізді теркадан өткізіп қоямыз. Пістау деген кезде бетіне ірімшігімізді салып, тағы да 5 минутқа қоямыз. Тамағымыз дайын болды. Бұл тамақты жеке өзін жесеңізде де болады, немесе қасына кез келген гарнир қосып берсеңізде де болады. Видеомыз ұнаса, каналымызды қолдап, лайк қойып, подписка жасап кетсеңіздер.